Баршаға сәлем достар. Бөкей каналында жаңа видео бізде 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналады. Барша қыздарды, барша аналарды, әжелер, әпкелерімізді келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы видео сіздерге арналады. Ал ең бірінші аналар, апалар, арулар, қарындастар, барлық арулар. Бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан сұлу болып жүре беріңіздер. Біз сіздерді құрметтейміз, сыйлаймыз. Мейрамдарыңызбен. Құрметті қадірменді қыздар, аналар және де апалар, барша әйелдер қауымы. Сіздерді келе жатқан 8 наурыз қыз келіншектер мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, әрдайым күліп ойнап, сұлу да сымбатты болып жүре беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті аналар, қыздар, арулар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз барша қарқаларлыққа сондай әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын, тілім келмей жатыр. Барлықтарыңызға тек қана бақыт тілеймін. Сіздер осылай аман есен жүре беріңіздер. Біз сіздерді бақытты етіп жүре берейік. Бақытты болыңыздар жалпы. Мерекелеріңізбен. Құрметті аналар, сестренкалар, қарындастар, барлықтарыңызды жалпы қыздар, сіздерді барлықтарыңызды 8 март мейрамымен құттықтаймын. Құрметті қыздар, аналар қауымы, бүгінгі келіп жеткен сіздердің жеке меншік мерекелеріңізден құттықтаймыз. Сіздерге тек жақсылық тілейміз, әйел бақытын тілейміз, және де осы күнде құлпырып жүре беріңіздер, смело. Сәлем, құрметті арулар, апалар, қарындастар, қалайсыздар? Сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осылай сұлу болып жүре беріңіздер, подписчиктеріңіз көбейе берсін, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, мерекеден мерекеге аман есен жете беріңіздер, және де ең бастысы күліп жүріңіздер. Кәнекей, күлеміз. Қымбатты да сымбатты әйелдер қауымы, сіздерді көктем мейрамы 8 наурыз күнімен құттықтаймын. Шын жүректен мәңгі жастық, махаббат, денсаулық, байлық, бір сөзбен кереметтей бақыт тілеймін. Жүректеріңіз әсемді әнге толып, әрқашанда қайталанбас, ерекше болып жүре беріңіздер дегім келеді. Еліміздегі әрбір ана, әрбір апа, әрбір әже, әрбір қарындас жылулық пен махаббатқа әбден лайық. Бақытты болыңыздар. Ал мен бүгін сіздерге кішігірім көмек болсын, ыдыс жуам. Бірінші жуайып тұрмын, мен жумағам. Ал бастаймыз ал. Мені қыздардың орнында кішкене болып көрдім, кішкене көмегім болсын. Тағы да мейрамдарыңызбен. Біз сіздерді жақсы көреміз. Всегда делек жинейтін еді үйдің көрпесін. Ну ладно, бүгін жинамаған, бүгін өзім жинейтін болам. Кеттік. Делек, нәскейің жинап жүрмейсің бе? Так, бұл көрпені жинаған себебім, өйткені бүгін 8 наурыз. Сол себепті 8 наурыздарыңызбен қыздар әрқашанда құлпырып, күлімсіреп, әдемі болып жүре беріңіздер. Делек, сені де мейрамыңмен шын жүректен құттықтаймын. Шах. Мені қинап, шугаринг жасатып қызайын деп отыр. Специально для вас, так что құтты болсын. Қыз болу оңай емес екенін білу үшін біз де сезініп көрейік ал. Шугаринг. Анам как? Снимай. Ай-бай! Все, будет, все. Құрметті аналар, ханымдар, арулар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін мен сіздердің орындарыңызда пол жуатын боламын. Күздей күңіренбей, қыстай қатуланбай, көктемде күлімдеп, жаздай жадырап жүре беріңіздер. Рахмет. Мен енді қыздардың құрметіне, қыздардың бір ісін істейін деп жатырмын. Мысалы, маникюр.
Осы мейрамның құрметіне бүгін қыздардың тірлігін мен өзім істейтін боламын. Олай болса, кеттік давай. Ойнап айтатын. Айқанның еңбегі кетті. Ал құрметті қыз келіншектер, тағы да мейрамдарыңыз құтты болсын. Мен айттым, столды жинап тастадым. Рахмет барлықтарыңыз тағы да мейрамдарыңызбен. Ал бүгін сіздерді кішігірім қуантқымыз кеп тұр. Ал Кеттік очень, кеттік. Мен ең алғашқы гүлімді Аянадан бастаймын, мен келіншегімнен, мен махаббатымнан. Достар, видеоның соңында конкурс. Конкурстың шарттары оп-оңай. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған мейрамда қызықты және де ең күшті құттықтау қалдырған аккаунтқа Бөкей каналының атынан 10 000 теңге ақшалай сыйлық. Баршаларыңа сәттілік. Сіздермен бірге болған Бөкей каналы.